Қайырлы күн баршаңызға достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге үйдегі бар заттардан жасалатын өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын пирогтың рецептін ұсынатын боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар, және каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең әуелі құрғақ таза ыдысымызға жұмыртқаларымыздың барлығын жарып салып алатын боламыз. Жұмыртқаны алдын ала холодильниктен шығарып қойыңыздар. Бөлме температурасындағы болғаны дұрыс. Салқын болса, онда жарамайды. Осылай барлығын ыдысымызға салып аламыз. Енді үстіне қантымызды қосамыз. Содан соң миксердің жай жылдамдығынан бастап жайлап көтере отырып, жақсылап 2 есе масса болғанша жақсылап миксерлейтін боламыз. Дәл осылай 4-5 минут шамасында миксерлеп аламыз. Сонда біздің массамыз 2 есе ұлғайып, осылай видеодан көріп тұрғандарыңыздай әппақ болады. Енді миксерімізді тоқтатып, үстіне жылы айранды құямыз. Айранды да алдын ала шығарып қойыңыздар, және ерітілген сары майды құямыз. Тағы да кішкене жай ғана араластырып аламыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін ұнымызға разрыхителді қосып аламыз. Кішкене араластырып, міндетті түрде илектен өткізіп, 2 немесе 3 бөлікке бөліп алып, ұнымызды жаңағы сұйық массамызға қосып миксерлейтін боламыз. Құрамындағы заттарын описание бөліміне қалдырдым, төменнен қарасаңыздар болады. Мінекей дәл видеодағыдай шетінен қоса отырып жақсылап араластырамыз. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің рецептісі бар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қазақша контент қолдап, лайк басып, пікір қалдырып, және WhatsApp желісінде өздеріңіздің достарыңызбен бөлісіп отырсаңыздар. Мінекей барлығын жақсылап миксерлеп аламыз. Сонда бізде осындай сұйық массамыз дайын болады. Осылай дәл видеодағыдай лопаткамен араластырып алатын боламыз. Біздің массамыз дайын болды. Енді формамызды дайындап аламыз. Менде 20 диаметрлі формамызды майлап, осы уақытта пешімізді де қыздырып қоямыз. Формамызға сұйық массамызды құйып аламыз. Қалауларыңыз бойынша дәнді дақылдар немесе жеміс жидектер бетіне қоссаңыздар болады. Кукурузный крахмалға мен смородинаны осылай араластырып алып, бетіне сеуіп шығат боламын. Кукурузный крахмалға араластырған себебім біздің жемістердің бояуы ағып, және шет-шетіне жағылып кетпейді. Сондықтан дәл осылай жасап алыңыздар. Барлығын жасап алғаннан кейін пешіміз қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта біздің пирогымызды пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, осымен біздің пирогымыз дайын болды. Өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Піскен-піспегенін осылай шпажканың көмегімен тексеріп алсаңыздар болады. Қалауларыңыз бойынша бетіне сахарный пудра сепсеңіздер де болады. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.